Қайырлы күн, қалайсыздар? Кеше сіздерге шифлераны көрсеттім, я, естеріңізде болса. Мына жерде барлық жапырақтары түсіп жатыр еді, сарғайып. Мен ол жапырақтарды алып тастадым, міне мынадай жапырақтарды. Және қазір сіздердің көзіңізше осы гүлді қарастыратын боламыз. Былай қарап тұрсаң, міне бір қарағанда жағдай ондай айтарлық жаман емес. Не себепті жапырақ тастады? Жапырақ тастауының себебі терезе ашып, бұған жел өтімінде тұрып қалды. Яғни орысша айтқанда сквознякта тұрып қалды. Сондықтан осылай мынадай жапырақтар сарғайтып, түрі нашарланып кетті. Сондықтан біз бұл стресс жағдайдан шығару үшін біздерге эпин немесе циркон қажет болады. Және тамырын қазір тексеріп қарайтын боламыз. Тамыр жүйесін тексереміз. Рұқсат болса, мына жерге нете берейін, төге берейін. Артық тамырларын алып тастадық. Қарасаңыз, тамырын тазаладық. Кішкене ғана тамыр қалды. Міне қараңыздар. Қарап тұрсаңыз, мынадай үлкен гүл, тамырын қараңыздар. Қандай кішкентай. Қарап тұрсаңыздар, тамыр өте аз. Мынау ыдыс үлкендеу болатын сияқты. Өткір ода болады. Қазір кішілеу ыдысқа отырғызатын боламыз. Тамырларын, шіріген тамырлар болса алып тастаймыз. Осы бір жерде айта кететін жайт, бұл гүлді мен 2 сағатқа эпинге салып қойған болатынмын. Бірақ ол видеом өкінішке орай өшіп қалыпты. Сондықтан кешірім сұрай отырып, әрі қарай жалғасын тамашалаңыздар. Арада 2 сағат өтті деп өтірік айтпай-ақ қояйын. Шамалы, менде уақыт аз болғандықтан, басқа да жұмыстарым болғандықтан, бұл шифлері суда тұрыңқырап қалды. Бірақ қараңыз, ештеңе болған жоқ. Міне тамырын қараңыздар. Тамыры, артық тамырларын мен алып тастағандықтан өте керемет. Енді қазір сіздердің көздеріңізше осы шифлераны бірге отырғызатын боламыз. Қазір мен қойып қояйын. Мен мынадай ыдыс алдым. Так. Дейді, бірақ неше литр екені жазылмаған. Шамамен 2 литр болу керек. Осы ыдысқа үйден таба алған горшогым осы болды. Ең ыңғайлы ыдыс. Осы ыдысқа қазір агробалт топырағына отырғызатын боламыз. Менде қарап тұрсам, перлит, ештеңе қалмапты, барлығы бітіп қалыпты. Сондықтан бұл шифлерді күткізіп қоймай мен отырғызуым қажет. Сондықтан тек қана агробалтқа отырғызатын боламын. Қараңыздар, қазір агробалтқа отырғызамыз. Кәдімгі агробалт S көк түсті. Және мен цион қосып жіберетін боламын. Өйткені удобрение құйып, қайсысына қай кезде удобрение құйдым деп есептеп жүрмес үшін бірден цион қосамын. Міне цион мынадай болады. Көрініп тұрса сіздерге. Көрініп тұрма? Цион осы. Бисмиллах. Тамырын осылай сүйіп шығамын. Өте көп қажет емес. 1 литрге 30 грамм жарайды. Менің қолымда 30 грамм да болмайды, 10 граммдай бар. Жеткілікті бұл жағдайда. Өте көпте салып қажет емес. Бар болғаны 10 грамм салдым. Ол маған жеткілікті деңгейде болады. Қараңыздар. Осылай сүйіп шықтым. Торфпен толықтырамын тамырын. Қолмен жасап жатырмын барлығын. Себебі менде осылай ыңғайлы қолмен салған. Сіздерде өздеріңіз қолмен
отырғызады деп ойлаймын мен сияқты. Кейде бір перчатка киіп пысықтанатыным бар, бірақ осы жолы қолмен салам деп шештім. Не осылай тамырына топырақты салып отырғызып шығатын боламыз. Менде бір жолға көрейін, тек агробалтқа отырғызған қалай болады екен. Менде осы уақытқа дейін таза агробалтқа ештеңені отырғызбаппын. Тек тамырлатқан кезде агробалттың өзін пайдаланады екенмін. Ал жалпы агробалттың өзіне отырғызбай, міндетті түрде қасына перлит, немесе циолит, вермукулит, сосновый кора, кокосовые чипсы, сондай керемет қосымша қопсытқыштарды пайдаланады екенмін. Ал осы жолы тек агробалттың өзіне отырғыздым. Олай да отырғызып көрейік. Әртүрлі жағдайларды көру керек қой. Оның ешқандай айыбы болмас. Сіздердің араларыңызда да агробалтқа отырғызып жүрген адамдар бар шығар. Егер бар болса, комментарийда ойларыңызды айта кетіңіздер, қалай болады. Сонша гүл өсіріп, тек қана агробалтқа отырғызбаған адамды бірінші рет кездесіп тұрған шығарсыздар, иә. Міне дайын болды, гүліміз болды. Енді сәлден соң суарып, жарық жерге, осылай күн түсетін жерге қойып қоямын. Алдан бұйырса, Алла қаласа, Инстаграмда, стористе осы гүлімді қай деңгейде, қандай жағдайда өсіп жатқаны жайлы айтып бөлісіп тұратын боламын. Егер менің кішкене видео обзор ұнаған болса, яғни сіздерге бөліскен ақпаратым сіздерге пайдалы болса, бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Комментарийда ойларыңызды қалдырып, өз пікірлеріңізді қалдырып, бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет барлығы үшін. Сіздердің көпшіліктің берген айтқан ойымен ешқандай озвучкасыз осылай тірлей күйде түсірдім. Егер артық сөйлеп қойған жерлерім болса, кешірім сұраймын. Сау болыңыздар.